Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар, сіздерге Алла Тағаланың разылығы болсын, қадамдарыңыз сауаптан болсын. Алла Тағала оқыған намаздарыңызды қабыл етсін. Кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгін келесі жәннатпен сүйіншіленген сахабамен таныстырамыз. Яғни ол сахабаны жәннатпен сүйіншілейтін хадисті айтатын боламыз. Ол кім? Сәбит ибн Қайс радиаллаху анхуды жәннатпен сүйіншілейтін хадисті бүгін алла жазса оқитын боламыз. Хуа Сәбит ибн Қайс ибн Шаммас ал-Ансари ал-Хазраджи. Оның есімі Сәбит ибн Қайс ибн Шаммас ал-Ансари ал-Хазраджи. Бұл кісі, яғни Сәбит ибн Қайс ансарлардан болған, және Хазраджи дейді, яғни Хазрадж тайпасынан болған. Мединелік болып тұр, Хазрадж тайпасынан және ансарлардан деп айтып тұр. Хатибул ансар мин кибари сахаба. Ансарлардың ішінде хатиб болған, яғни уағызшы болған. Өте керемет уағыз насихат айтатын болған да. Мин кибари сахаба, сахабалардың ұлысы, атақты сахабалардың бірі. Башарахун набию саллаллаху алейхи вассалам бил джанна вастушхида бил ямама фи хилафати Аби Бакрин ас-Сиддиқ саната 12. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи оны жәннатпен сүйіншілеген. Ямама шайқасы кезінде қаза тапқан Абу Бакр радиаллаху анху халифа болған заманында. Білесіздер, Ямама шайқасы Абу Бакр радиаллаху анху заманында болады. Бұл қандай шайқас? Ямама деген Мусайлиматул Каззаб шыққан кезде, яғни жалған пайғамбар, өзін пайғамбармын деп жариялаған Мусайлимаға қарсы соғыс шайқас болған еді. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل ثابت ابن قيس ابن شماس. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай керемет жігіт деп айтқан, атын атап. Сәбит ибн Қайс ибн Шаммас қандай керемет адам, қандай керемет жігіт деп оған мақтау айтқан. وشهد بدرا والمشاهد كلها. Бәдір шайқасына қатысқан және басқа да шайқастарға қатысқан. وعن أنس أن ثابت ابن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين فكفن فيهما. Анас радиаллаху анху былай деп айтады. Ямама шайқасының күні Сәбит ибн Қайс келіп, әтірлер жағып үстіне ақ киім киіп, яғни ақырет киім бар ғой, соны оранып дейді. Уақатин хазамал қаум. Ол кезде мұсылмандар жеңіліп жатқан еді дейді. Мұсылмандар бір мезгілде Мусайлима Каззабтың әскерінен жеңіліп жатады. Фақала Аллахума инни убарриу илайка мимма жаа бихи хаула ва аътазиру мин сания хаула. Сәбит ибн Қайс былай деп дұға етеді. Я Алла Тағала, мен бұлардың жасап жатқанда ешқандай қатысым жоқ дейді. Яғни Мусайлима Каззабтың әскері бар, оларға мен ешқандай қатысым жоқ. Және бұлардың да жасап жатқанда мен кешірім сұраймын деген сияқты дұға айтады. Мұсылмандар жеңіліп жатыр да. Фақатала хатта қутил. Қаза тапқанша шайқастырды. Негізі жаңағыдай киімге киініп не істеген? Мұсылмандарды талпындырған. Оларға рух берген. Сөйтіп мұсылмандар күш жинап, рухтанып, қайтардан Мусайлима Каззабтың әскеріне бас салып жеңіп кеткен. Уакана дир'уху қад суриқат дейді. Сөйтіп майданда, алаңда қаза тапты ғой. Сол жерде оның сауыты бар ғой. Сондай әдемі қымбат сауыт болады да, соны ұрлап кетеді бір кіші. Мұсылман адам алып кетеді шешіп. Фарааху раджулун фин науми фақала лаху иннаха фи қидри тахта икаф дейді. Бір адам түсінде көреді. Сәбит ибн Қайсты. Не дейді? Жаңағы сауыты бар ғой кім? Соны
қай жерде екенін айтады. Пәленше үйінің қасында ер тоқым бар ғой, соның астында мына қазан сияқты ненің ішіне жасырынған деп айтады. Бимаканин каза ва каза, осындай жерде, мынандай жерде деп анығын айтып береді, түсіндіріп. Ва аусаху би васая, және бірнеше өсиетті айтты дейді. Фаназару фаважаду аддир'a кама қал дейді. Сахабалар барады да қараса сол жерден Сәбит ибн Қайстың сауытын тауып алады. Ва анфазу васаяху, сөйтіп оның өсиетін орындайды дейді. Закар ал-Хаким би иснадихи ила Аби Мухаммад ибн Исхақ. Енді Хаким деген хадис жинаған кісі өзінің тізбегімен Мухаммад ибн Исхақ деген кісіге жетеді, тізбегі содан келтіріп отыр. Қойлы истушхада Сәбит ибн Қайс ибн Шаммас яумал ямама. Жаңа оқиғаны басқа жолмен енді келтіріп отыр да. Сәбит ибн Қайс аш-Шаммас ямама күні қаза тапты, шахид болды дейді. Ва кана Абу Бакр қаддамаху алал ансари ма Халид ибн ал-Валид. Абу Бакр радиаллаху анху оны Халид ибн ал-Валидпен бірге ансарларды бірге басқартып қойды. Негізі Халид ибн ал-Валидті жалпы әскерге басқартқан. Сумма руя фи таржаматихи ахадис. Және оған қатысты, яғни өмірбаянына қатысты хадистерді келтірген дейді. Минха ан Абдир-Рахман ибн Язид ибн Джабир. Сол хадистердің бірі жаңағы аталған кісіден келеді. Кім? Абдир-Рахман ибн Язид ибн Джабир. Хаддасани Ата ал-Харасани. Ата ал-Харасани деген кісі маған айтты дейді. Қала қадимтун Мәдината фа атайту ибната Сәбит ибн Қайс. Мен Мәдинаға келіп, кім айтып отыр? Ал-Харасани. Ата ал-Харасани айтып отыр. Мәдинаға келдім, Сәбит ибн Қайстың қызына бардым дейді. Өзінің туған қызы. Фазакарат қиссата абиха. Ол Сәбит ибн Қайстың қызы қиссасын айтып берген. Сәбит ибн Қайс жайында қиссасы қалай болғанын айтып берген. Халид ләмма назалат ла тарфау асватакум фауқа саутин наби. Худжурат сүресінің 2-ші аяты түскен уақытта мағынасында былай деп келеді. Сендер дауыстарыңды пайғамбар дауысынан артық көтермеңдер деген аят түседі. Жаласа аби ябки фазакарат ал-хадис. Менің әкем жылай кетті дейді, жаңа аят түскен кезде. Сөйтіп жағдайды соңына дейін айтқан. Ва фихи фалам мастушида рааху ражул. Қаза тапқан кезде, шахид болған кезде оны бір адам түсінде көрді дейді. Негізінде жаңа қызы оқиғаны айтады ғой, жағдайды айтқан уақытта аят түскенде Сәбит ибн Қайс үйіне барып есік жауып алып шықпай қойған. Пайғамбарымыз салсам сахабалармен отырып жиналғанда оны байқамайды. Сөйтіп тауып алып келіңдер, хабарын алып келіңдер деп жібереді ғой. Бір сахаба барып үйіне барса, Сәбит ибн Қайс үйінде жылап отыр. Ей, Сәбит, не болды дейді. Сені пайғамбарымыз деп жатыр. Сонда Сәбит ибн Қайс айтады, мен құрдым дейді. Мен біттім дейді. Ей, неге, не болды? Аят түсті ғой. Сендер дауыстарыңды пайғамбардың даусынан артық етіп көтермеңдер. Әйтпесе, сендердің амалдарың түгейді дейді. Сондай мағынадағы аят. Менің даусым пайғамбардың даусынан жоғары ғой дейді. Менің амалдарым түгеп кетті, жоғалды ғой деп, сөйтіп әлгі аяттарды тура қабылдап, менің амалым бәрі жойылды деп ойлап жылаған дейді. Енді әлгі бір адам түсінде көрді, сол оқиғаны келтіріп отыр қайтадан. Рааху ражулун фақала инни ламма қутилту интазаха дир'i ражулун минал муслимин. Мен қаза болған уақытта, түсіне кіріп айтып отыр ғой. Мен қаза болған уақытта бір адам келіп, менің саутымды шешіп алып кетті дейді. Оны бір жерге жасарып қойды дейді. Фаакабба алейхи бурма. Оның үстіне жаңа қазанды аударып қойды дейді. Ваджа'ала алейха рахлан. Үстінен жаңа ертоқымды қойып қойды дейді. Фатил амир. Барда басшыға барып айт дейді. Халид ибн Валидке бұл жағдайды барып айт дейді. Түсінде айтып отыр да кісі. Фаахбара.
Ол барғанда Халид ибн Валидті хабардар еткен. وإياك أن تقول فأخبره оған хабар бер дейді. وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه дейді. Сен дейді және бұл түс қой деп ойлама дейді. Бұл түс қой деп айтпа дейді. Сөйтіп оны іске асырмай қойма дейді. وإذا أتيت المدينة فقل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي من الدين كذا وكذا. Мәдинаға барған уақытыңда, Мәдинаға келесің ғой. Сол жерде Алланың елшісінің халифасына, яғни Абу Бәкірге радиаллаху анху былай деп айтты. Менің, яғни кімнің? Сәбит ибн Қайыстың пәленше қарызым бар деп айтты. Яғни берешегім бар деп айтты. Ва ғулами фулан атиқ. Және менің осындай бір құлым бос деп айтты. Ва ияка ан тақула хаза хин фатудайяху. Және қайталап айтып отыр, сен бұны түс деп айтпа дейді, түс деп ойлама дейді. Сөйтіп ол іске аспай қалмасын дейді. Фаатаху фаахбараху ал-хабар. Ол баратта Халид ибн Валидті хабардар етеді. Халид ибн Валид Абу Бәкірді хабардар етеді. Фануффиза васияту. Немесе фанафза васиятах. Оның өсиетін не істейді? Іске асырады. Қараңыздар, түс болса да оны іске асырады. Фала нa'лам ахадан бa'дама мата унфизат васиятуху гайра Сабит ибн Қайс дейді. Қараңыздар. Осы Сәбит ибн Қайстың түсінен басқа өсиетті орындағанын білмейміз дейді. Яғни түсінде көрді ғой, осындай нәрсені орындаңдар деп айтқандар, орындамағанда осы Сәбит ибн Қайстан басқасы. Сондай жағдай орын алған. Қараңыздар, Абу Бәкір радиаллаху анху оның түсінде айтқанын орындаған. وقد قتل محمد ويحيى وعبد الله بن ثابت ابن قيس يوم الحرة дейді. Осы Сәбит ибн Қайстың Мұхаммад, Яхия, Абдулла деген балалары Яумул Харра деген шайқас кезінде қаза болған. Ол кейін 683 жылы Мәдина қаласында кімге? Муауияның амияттарға қарсы мәдинаттар шыққан кезде қаза болған. Амияттардың несіне қарсы соғысқан шайқаста қаза болған екен. وعن الزهري أن وفد تميم قدموا وافتخروا خطيبهم بأمور فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس قم فأجب خطيبهم. Жоғарыда біз оны хатиб деп айттық, иә? Хутба айтатын, уағыз айтатын сондай керемет адам болған. Зухри деген кісі риуаят етеді. Тамим деген тайпаның адамдары келген және өзінің хатиптары, өзінің уағызшыларымен мақтанған да. Біздің осындай хатибіміз бар, сондай уағызшымыз бар, сол керемет деп мақтанған екен. Фақален Наби салсам лесабит ибн Қайс құм фәәжиб хатибахум. Пайғамбарым салсам Сәбит ибн Қайсқа тұрда олардың хатиптарына, яғни уағызшыларына жауабын қайтар деген да. Жауап бер деген. Фақама фахамидаллаха ва аблах. Ва сарра Расулуллахи саллаллаху алейхи ва муслимуна би мақамихи. Ол тұрды да Аллаға мақтау айтып, керемет бір уағыз айтты дейді. Хутба айтты дейді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям қуанды және мұсылмандар да соған қуанды дейді. Ва сабататил бишара лаху фи хабарин вахид. Және бұны сүйіншілейтін хадис бір хадисте келеді дейді. Хабар бір хадисте келеді дейді. Фаған Сәбит ан Анас ибн Малик. Анас ибн Маликтен келеді бұл хадис. Былай деп айтады. Ләмма назалат хазихи ал-ая я айюхаллазина аману ла тарфау асватакум фауқа саутин наби иля қаулихи ва антум ла ташурун. Анас ибн Малик айтады. Ей иман еткендер, сендер дауыстарыңды пайғамбардың даусынан артық етіп көтермеңдер дейді. Сол аяттарды оқиды. Жоғарыда айтылған Худжурат сүресіндегі аяттар, соңына дейін оқиды. Ва антум ла ташурун. Сендер сезбей қалып, амалдарын түгеп кетпейсің дейді. Сол мағынадағы аят. Ва кана Сәбит ибн Қайс ибн Шаммас рафи ас-саут. Сәбит ибн Қайстың дауысы өте жоғары еді дейді.
فقل أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبط عملي. Анау жаңағы аятта айтылып жатқан дауысын жоғары көтермең деген аят ол мен дейді да. Ол мен дейді. Сөйтіп менің амалдарым түгеді дейді. Және мен әхлиннар, мен тозақтықтардан болдым дейді. Сөйтіп әлгі аятты солай түсінеді. وَجَلَسَ فِي أَهْلِهِ خَزِينًا, үйінде отырып қайғырады дейді. فَتَفَقَّدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَيْهِ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны жоғалтады. Яғни қайда екенді іздейді. Адамдар барады. فَقَالُوا لَهُ تَفَقَّدَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сені жоғалтып отыр. Саған не болды дейді. فَقَالَ أَنَا الَّذِي أَرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَأَجْهَرُ بِالْقَوْلِ حَبِطَ عَمَلِي дейді. Дауысын пайғамбардың дауысынан артық көтеретін ол мен дейді. Дауысын жариялап шығаратын, пайғамбардың даусынан артық етіп көтеретін ол мен дейді. Менің амалдарым көп кетті және мен тозақтықтардан болдым деп сөйтіп не істеді? Өзіне үкім шығарады. فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَأَخْبَرُوهُ بِمَا قَالَ. Адамдар пайғамбарымызға келіп хабар береді, айтады, жағдайды, мән-жайын айтып береді. فَقَالَ لَا بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Жоқ, керісінше ол жәннаттық деп айтады. Осы жерде міне ол сахаба сүйіншіленіп отыр. قال أنس وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. Біз оны арамызда көріп жүретінбіз дейді, және ол жәннаттық екенін білетін едік дейді. Қараңыз, біздің арамызда жүр, ол жәннаттық екенін біз білеміз дейді. فلما كان يوم اليمامة, Ямама шайқасы күні болған уақытта كان فينا بعض الانكشاف. Біздің саптың арасында, мұсылман әскерінің ішінде не болды? Жеңіліс тапты дедік қой біраз алғашқы кезінде, жеңілді кішкене. Сөйтіп мұсылман әскері шегінген. فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل дейді. Соны көрген Сәбит ибн Қайс келеді, үстіне әтір жағып, кебінін киіп, жоғарыда айтты ғой, ақ киімді киіп, кебінін киіп алып, істейді. Мына сендер істеп жатқандарың қандай жаман нәрсе деп, сөйтіп шайқасқа кіріп кетеді, сол жерде қаза тапты дейді. Міне осы хадиспен Сәбит ибн Қайс жәннатпен сүйіншіленіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тура айтып отыр. Жоқ, керісінше ол жәннаттық дейді. Кім? Сәбит ибн Қайс өзін тозақтық деп ойлады. Тозақтықпын деп санады. Ана жоғарыда айтылған аятты ол тура қабылдады да, сөйтіп өзіне үкім шығарып айтты. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп отыр? Жоқ, ол жәннаттықтың бірі деп сүйіншілеген. Міне, осындай сахаба жәннатпен кезінде сүйіншіленген. Енді басқа кітаптан мен сіздерге соған бір ұқсас бір оқиға келтіргім келеді. Бұл Ибн Қайим әл-Жаузия деген ғалымның Ар-Рух деген кітабы. Рухқа қатысты бүкіл нәрселерді осының ішінде жазған. Былай деп келеді. وصح عن حماد بن سلمة عن ثابت. Хаммад ибн Сәләмә ол Сәбиттен сахих жолмен келіп тұр дейді. Келеді. Ан Шахр ибн Хаушаб, Хашар ибн Шаухаб деген кісіден риуаят етеді. Анна Саъб ибн Дюсама ва Ауф ибн Малик кана мутаахиейн дейді. Саъб ибн Дюсама деген кісі және Ауф ибн Малик деген кісі екеуі кана мутаахиейн, яғни екеуі бауырласқан еді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұхажирлер мен ансарлар бауырластырды дедік қой. Міне, бұл екеуі бір-біріне бауыр болған. Қала Саъб ли Ауф дейді. Саъб сахаба Ауф ибн Маликке былай деп айтады. Ай ахи, айюна мата қабла сахибихи фальятара'a лаху дейді. Қайсымыз бірінші дүниеден өтетін болсақ дейді, екіншісіне келіп түсіне кірсін дейді.
Қайсымыз бірінші дүниеден өтетін болсақ, түсімізге кірейік дейді біріміз. Ауф айтады, олай бола ма дейді. Ау якуну залик дейді. Қала наам, иә деп айтты дейді. Фамата сағ дүниелік болады, қайсысы болады. Фарааху ауф фима яран наим кааннаху қад атаху. Ауф оны кез келген адам түсінде көреді ғой, сол сияқты келгенін көреді да түсінде оны. Қала қулту ай ахи, ай бауырым. Қала наам. Қулту ма фуила бикум. Саған қандай әрекет жасалды дейді да мәміле. Жағдайың қалай деп тұр ғой. Жұмаққа бардың ба, тозаққа бардың ба деген сияқты. Қала ғуфира лана бa'дал масаиб дейді. Қаншама мұсибат, қиыншылықтардан кейін біздерге кешірім болды дейді. Яғни Алла Тағала біздің күнәларымызды кешірді деп айтады. Қала ва раайту лум'атан саудаан фи унуқих дейді. Ауф айтады, мен оның мойнында қара дақты көрдім дейді. Қара дақты көрдім. Қулту ай ахи ма хаза. Ай бауырым, бұл не деп сұрадым дейді. Қала ашрату дананир истаслафтуха мен фулани яхуди. Бір яхудиден алған, яғни берешегім дейді, 10 динар дейді. Берешек 10 динар, бір қара бір мөр болып тұр дейді, бір дақ болып тұр. Фахунна фи қарни фаатуху ияха. Сол 10 динар үйімде бір жерде тұр дейді. Бір жерде жасырынып тұр дейді. Ва'лам ай ахи аннаху лам яхдус фи ахли хадасын бa'да маути илля вақт лахиқа би хабарух дейді. Және білгін дейді. Сағып бар ғой, Ауф қайтып отыр, білгін дейді. Мен дүниеден өткеннен кейін үйінде қандай жағдай болмасын, менің хабарым білем дейді. Дүниеден өтіп отыр ғой. Бірақ мен дүниеден өткен соң үйде не жағдай болып жатқанынан мен хабардармын дейді. Хатта хирра лана матат мунзу айям дейді. Тіпті дейді, бірнеше күн бұрын үйде мысық өлгенінде мен білемін дейді. Ва'лам анна ибнати тамуту иля 6 айями фастаусу биха ма'руфа. Және мынаны біл дейді. Менің қызым 6 күннен кейін қайтыс болады. Сондықтан оған жақсы қараңдар дейді. Дүниеден өткен адам түсіне кіріп айтып отыр да. Қызым да қайтыс болады дейді. Соған жақсы қарасын деп айтады. Фаламма асбахту қулту инна фи хада ла ма'ламан. Таңертең оянғасын, тұрғасын, осы нәрседе бір белгі бар деп түсіндім дейді. Фаатайту ахла, үйіне отбасына бардым. Фақулу мархабан би ауф ахаказа таснауна би тарика ихваникум дейді. Үйдің ішіндегілер Ауф қайтады, жоғарлады, бірақ сендер дейді бауырларыңның артында қалғандармен осылай жасайсыңдар ма дейді. Бармай кеткен ғой, бармағанда қайтыс болғаннан кейін ішіне қал жағдайды білмеген да. Әлгі кісілер үйіндегілер не деген? Сендер достарыңның, бауырларыңның осындай отбасылармен артында қалғандармен осылай мәміле жасасасыңдар ма дейді. Лам туқаррибна мунзу мата сағ дүниеден өткелі бір жақындамадың ғой дейді бізге. Қола фa'талалту бима я'талу бихин нас. Адамдар әдетте айтатын сылтауды да мен айттым дейді. Адамдар әдетте айтатын сылтауды мен де айттым дейді. Фаназарту илал қарни фаанзалтуху. Бір неге қарап ақшаны қойды ғой, соны енді қарадым дейді. Фанташалту ма фи, ішіне қарадым дейді. Фаваджатту суррата лати фиха дананир. Соның ішінде жаңағы орамал сияқты шүберекке оралған динарларды көрдім дейді. Фабаасту бихима илал яхуди. Соны алып яхудиге жібердім дейді. Фақулту хал кана лака ала саби шей. Саптан бір алашағың бар ма деп сұрадым дейді яхудиден. Қола рахималлаху сабан кана мин хияри асхаби расулиллахи саллаллаху хия лаху дейді. Яхуди айтады, Алла оны рахымына бөлесін дейді. Алланың елшісінің ең хайырлы, ең жақсы сахабаларының бірі еді ол дейді. Соған қалдырдым, кешірдім мен дейді. Яхуди айтады. Қулту ла тухбируни, қала наам, аслафтуху 10 дананир, фанабастуха илейхи дейді. Жаңағы 10 динар жайында хабарын бәрін айтады.
قال هي والله بأعيانها قال قلت هذا واحدا. Бұл мені артында қалғандарына қала берсін деп айтты дейді. Ауф айтады, бұл бір деп айтады. Яғни сағат тұсында айтты ғой, бірнеше белгі, соның біріншісі осы дейді. Бір дейді. Қайсы? 10 динарды табады. Көрсетті ғой, соны табады. قال فقلت هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب дейді. Енді ішдегілерінен сұрайды енді. Сағат дүниеден өткеннен кейін үйде бір жағдай орын алды ма дейді. قالوا نعم حدث فينا كذا وحدث فينا كذا. Я, біздің үйде анау болды деп айтып жатады. قال قلت اذكروا. Естеріңе салыңдар, естеріңе түсіріңдер тағы не болды дейді. قالوا نعم هرة ماتت منذ أيام. Бірнеше күн бұрын мысық өлді дейді. Мысық өлді дейді. فقلت هاتان اثنتان. Бұл екеу дейді. Бұл екінші белгі. قلت أين ابنة أخي. Менің бауырымның қызы қайда деп сұрадым. قالوا تلعب. Ол ойнап жүр дейді. Ол сол қызының қасына барып далада ұстап көреді. فإذا هي محمومة дейді. Ыстығы бар екен дейді. Ауырып жүр екенін біледі. Түсінеді. فقلت استوصوا بها معروفة. Оған жақсы қараңдар деп айттым дейді. فماتت في 6 أيام. 6 күннің ішінде ол қыз қайтыс болды дейді. Ауф не істеп отыр? Түсінде көрген бәрін орындап отыр, және өзі соған көз жеткізіп отыр да. Сондай. Бұнда қарасаңыздар, түсінде көрген нәрсені іске асырып отыр да. Яғни Алла Тағала өзінің мейірімімен сондай нәрселерді жасауы мүмкін, беруі мүмкін. Неге? Өйткені түс деген негізі Алла тарапынан болады. Шайтан тарапынан болады. Шайтан көрсетуі мүмкін. Үшінші, бұл дүниелік істердің бір нәтижесінде болуы мүмкін. Алла Тағала хабар беру арқылы, түсіне кіргізу арқылы көрсетуі мүмкін да. Алдын ала білдіруі мүмкін. Екінші, шайтан лағнет бір жаман нәрселерді көрсетуі мүмкін. Үшінші, қандай дедік? Күнделікті бір іс-әрекеттердің нәтижесінде түсіңізде бір нәрсе кіреді. Мысалға, бір сатушы базарда тұратын, мысалға, қияр сатады да, огурцы сатады. Сөйтіп түсінде ол огурцы көруі мүмкін да, сат тұрған көруі мүмкін. Бағасын айғалап жатыр керек болса. Неге? Ол күнделікті жасаған ісінің бір нәтижесі болады. Сондай. Бұл қарасаңыздар түс. Түс негізінде Алла Тағаланың құдіретінің бір көрінісі. Түс Алла Тағаланың құдіретінің бір көрінісі. Адам ұйықтап жатыр, бірақ ол қалай көреді бір нәрсені? Көзі жұмылып жатыр, солай ма? Бірақ ол бір нәрсені көріп жатыр. Ол қалай болады? Алла Тағала осылай өзінің құдіретін көрсетеді, паш етеді. Ғалымдардың айтуынша, негізінде түсті адам оянбастан бұрын көреді. Дәл оянардың алдында бар, сол кезде көреді. Бұл Алланың құдіреті. Дәл оянайын деп жатқанда көреді. Және ол 7 секундта сондай ғана болады. Енді қараңыз, сол сіз 7 секундтың ішінде ұзақ түс көруіңіз мүмкін да. Бірақ ол 7 секунд болады. Сіздің түсіңіз одан ұзақ болуы мүмкін. Бұл жерде не көрінеді? Алла Тағаланың тағы бір құдіреті көрінеді. Уақыттың ішінде уақыт жарату. Уақыттың ішінде уақыт жаратады. 7 секундтың ішінде сіз ұзақ түс көресіз. Ол қалай болады? Яғни ол измерение, ол өлшем басқа. Бұны біз түсініп болмаймыз. Бұл рухани әлем, рухтардың әлемі. Біз ұйықтаған уақытта рухымыз шығады, білесіздер. Сол үшін ұйқыны не деп айтады? Кіші өлім дейді. Өлімнің бауыры деп айтады. Адам ұйықтады, рухы белгілі бір Алла Тағалаға мәлім бейнеде шығады. Белгілі бір бейнеде шығады. Сөйтіп Алла Тағала өзінің құдіретімен не істейді? Әлгі рухқа алда болатын жағдайларды көрсетіп қоюы мүмкін. Ондай не дейді? Дежавю дейді.
түсіндіңіздер ма? Мен мына жерде болдым ғой, мен мынаны көрдім ғой деген бір не болады, бізде жағдай болады. Ол қайдан келді? Ол жағдайда болған жоқсыз. Ол жерге бірінші рет келіп тұруыңыз мүмкін, бірақ ол болды. Қайда? Міне сіздің рухыңызға Алла тағала алдын ала бұл жағдайды көрсеткен. Бірақ Алланың мейірімімен сіз оны ұмытып қалдыңыз. Ұмытып тұрады Алла. Бәрі түсті біз көріп, есте сақтай беретін болсақ, не болады? Біздің миымыз жарылып кетеді. Көтере алмайды миымыз. Сол үшін қараңыздар. Алла тағала осылай өзінің құдіретін паш етеді біздерге. Қандай керемет, Бұл рухани әлем, рухтарға сондай бір мүмкіндік береді. Өйткені рух тәннің ішінде болған уақытта ол шектеулі болады. Скованный, шектеулі болады. Тәннен шықты екен, ол көптеген мүмкіндіктерге ие бола бастайды. Сөйтіп ол басқа рухтармен кездесе алады. Бұрын дүниеден өткен адамдардың рухымен де кездесе алады. Түсіндіңіздер ме, қандай? Кездеседі. Бұл рухани әлем, ол Алла тағаланың құдіреті шексіз, ол әр нәрсені жасауға құдіреті шексіз. Жалпы рухтар әлемі, Алла жазса, оны келесі сабақта көтеретін боламыз. Бұл кітаптан нақты рухтар бір-бірімен кезіге ме, хабар ала ма деген нәрселерді Алла жазса келесі сабақта айтатын боламыз.